Эдуард Георгиевич Багрицкий 1895 жылы туған, күміс ғасырдың орыс ақыны, аудармашы және драматург, график суретші. Бала кезінен кітапты көп оқыды, тек поэзияға ғана емес, биологияға да қызығушылық танытты. Сүйікті кітаптарының бірі Бремнің «Жизнь животных» болды. Багрицкийдің алғашқы өлеңдері Гумилевтің ықпалында болды. Багрицкий «Серебряные трубы», «Авто в облаках», «Седьмое покрывало» және «Чудо в пустыне» поэтикалық альманақтарының шығаруға қатысты. 1928 жылы «Юго-Запад» атты алғашқы кітабы жарық көрді. Оның көпшілігі Одессада жазылып, алғаш рет сол жерде жарияланған «Арбуз», «Тиль», «Уленшпигель», «Осень» өлеңдері болды. Кітапқа «Дума про Апанаса» поэмасы және ең танымал «Контрабандисты» поэмасы кірді. 1932 жылы бірден екі кітап «Победители» және «Последняя ночь» шықты. «Дума про Апанаса» поэмасында екі кейіпкердің бейбіт өмір сүруді және жұмыс істеуді армандайтын украин диқаны мен қызыл комиссардың қақтығысы орын алады. Апанас астық бермеген шаруаларды атуға дейін баратын Коганның астық жинау отрядынан қашып кетеді, бірақ Нестор Махноның бандасына кез болады. Эпилогта Багрицкий бандиттердің тұтқынына түсіп, ажалды қасқая тұрып, қарсы алған комиссарға таңданысын білдіреді, алайда кішкене ғана адам Апанасқа да жаны ашиды. Лирикалық шегіністер, әңгіменің әуенділігі, табиғаттың шабытпен бейнелеуі «Дума про Апанаса» поэмасын азаматтық соғыс жайындағы ең үздік эпикалық шығармалар қатарына қосады. «Человек предместья» және «Смерть пионерки» поэмалары болашаққа ұмтылған жаңа ұрпақ өкілдерінің өткенін мещандық әлемінен күресіне арналған. Багрицкийдің соңғы жазған «Февраль» өлеңі өзі қайтыс болғаннан кейін 1936 жылы жарық көрді.